Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қаймақтан екі түрлі мороженое дайындаймыз. Бірі шоколадный, екіншісі жай ғана пломбир мороженое. Балаларға қатты ұнайтын мороженое жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Біздің балмұздағымызға керегі 25% қаймақ және сапалы сгущенка керек. Және де біздің балмұздағымыздың жартысы шоколадный болғандықтан осындай шоколад алдым. Қазір енді мына қаймағымызға сгущенканы салып, миксермен араластырамыз. Енді осы екеуін араластырамыз, сол үшін кішкене ғана миксерлейміз. Міне бізде осындай болып шықты. Енді мороженеға шоколад қосу үшін осы шоколадты үгітіп аламыз. Осынша шоколад бізге жеткілікті. Жаңағы шоколадтан 4 данасını осылай ұсақтап алдым. Енді мына мороженемізді екіге бөліп аламыз. Екінші бөлігіне осы шоколадты салып араластырамыз. Осымен шоколадты мороженеміз дайын болды. Енді оны бөлек ыдысқа алып аламыз. Осылай ыдыстарға салып алдық. Енді осы мороженеларды шамамен 3-4 сағат морозильникке салып қоямыз, қатқанша. Міне осындай болып шықты. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Міне біздің мороженеміз 2,5-3 сағатта қатып дайын болды.